Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге тапада 5 минутта дайын болатын пицца дайындайтын боламыз. Ең алдымен 2 ас қасық майонез, 2 ас қасық қаймақ, 2 жұмыртқа және де 5 ас қасық ұнымызды, шым-шым тұзымызды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Қамырымыз сұйық болып шығады. Қамырымызды дайындап алғаннан кейін салмасын дайындауға кірісеміз. Қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен қызанақты, шұжықты, ірімшікті пайдаландым. Салмасын дайындап алып, табамызға аз ғана май құйып қыздырып аламыз. Орташа отта дайындаймыз. Табамыз кішкене қызғаннан кейін қамырымызды осылай жағып шығамыз. 1 ас қасық майонез және 1 ас қасық кетчупты бетіне жағып шығасыздар. Және де салмасын біртіндеп салып шығасыз. Салмасын бәрін салып алғаннан кейін бетін жауып 5 минутқа қалдырасыз. Пиццамыз дайын болды. Ас болсын.